Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu hurmatly cemaat. Allah Taala niyetingizlerdi, tileğingizlerdi kabul kılgan bolsun. Bizden o'sha bugungi tema jaş ballarga zorluk, zombuluktu toktotуу деген tema ekan. Negi zorluk, zombuluk dep koyat bizde? Jaş ballarga bolgan zorluk, zombuluk dep. Anın türleri var ekan da. Zorluk, zombuluktan har qanday türleri var. Misal oşalardı birinci biz mындай алдын ала bir belgilep orayık. Зорлық, зомбылық дегенде біз емдені түсінеміз. Мысалы, бұл жашауда, же болса бізде шариғатымызда. Ең біріншісі, оша балаға ыза беру. Бұл да зорлық, зомбылыққа келеді екен да, ыза беру. Ызаланту, жөнден ұруша беру. Сен ешексің, сен итсің, иттің баласы, ешектің баласы деп еле. Еме, хал, мен ешек екем деп жоңай қалады, баяғы балачы. Ата-ененен зависть етеді баяғы жерде. Жол болса, мен иттің баласы екенмін да деген сөздер болбош керек. Ыза беру, ызаланта беру. Баягы эмне? Көңүлүн көтөрүш керек өзүнүн негизи баланын. Бай бизде жакшыны жакшы дей берсең, жакшы, жаманды деле жакшы дей берсең, жакшы болуп кетет дейт го. Бизде ошонун тескерisi болуп калып атат да баягы жерде. Эми экинчиси ошол көңүл кош мамиле дейт. Бул дегенем жаман мамиле да. Сүйлөсө, турчунар. Buldan ne? Zorluk, zombuluktan önce başlalışı da oşondan keyin önce boldu ketdi. Andan keyin bala delişeni aytkanын kılbaydı. Dağın küçüktü bayağı жерде. Bir koldan çıkmaydı degende ün, iki koldan çıkat ko. Bayağı жерде ne? Ata-eneden, başka adamlardan başlalat eкен da bayağı balдар korgan zombulukçu. Bulardan başlasa Allah dele oşoğa жараша жооп кайтарганга аракет кылат bayağı жерде. Коргону деген нерсе бар да bizde. To'g'ri? Xudoy saqlasin o'sha narsadan. Ondan keyingisi ko'ngil qo'sh muomala dedik. Uchinchisi bu foydalanu bayag'larda. Bekar ishlatib, ha? Tegini qilib qo'y, buni qilib qo'y deb turib, oylig'ini bermay ishlatganlar bor-ku. Al misol umid bilan ishni qildirsang, men uyrenem deydi bir narsani. Je misol men aqchaga ishtayman, oylig olaman deb ishlatsa, ishlatib bermay qo'ysang, bo'ldi uje. Baştaldı, o'shandan boshtaladi. Qo'm shunday bo'lsa, elдің бары ошондой екен, анда мен деле ошондой боламын, уже башталат екен да. Құдай сақтасын андай нәрседен. Ошол баарынан башталыш екен. Эми ошол нерсе бизде дагын бөлүп коет екен, физикалык жактан, психологиялык жактан, анан зор зомлук, жыныстык жактан деп коет да. Эми физикалык жактан, мисалы, уруп, кыйноо, иштетүү, зорлық зомбулук. Мисалы кейде біз байқап қалып отырмыз, жаш балдарды ушунчалык кыйнап иштетет. Ата-энелери бар. Иштейсиң, акча табасың деп туруп, өзү мас балалуу үйдө жаткандар бар да. Бакшы жанакы бала кете турган жери жок. Не кылат? Арга жок. Атасынын таягынан коркуп иштеп жүрөт баягы жерде. Болбосо ал окуй турган убагы байкуш. Элге окшоп. Көчөдө ойной турган убагы ошол баланынчы. Аны не кылып атат? Иштетип атат. Акча тап бересиң. Болбосо уруп атат баягы жерде. Тапкан акчасына келсе, ара алып кел деп атат. Насвай алып кел деп атат. Тамеки алып кел деп атат. Эми аны көргөндөн кийин эмне болот? Баягы баланын келечеги кандай болот? Келечеги бүттү да. Ертең келечекте ал үйлөнө турган болсо, ал деле аялын ошондой кылып, дагы бирөөнүн кызын корголот да баягы жерде. Анткени психология ошо көнүп калды да. Өзү физикалык ва зордук, зомбулуктун үстүндө чоңойду да баягы жерде. Құдай сақтасын. Ошондой. Бул биринчи. Анан психологиялык жактан. Сенин колуңан эч нерсе келбейт, билесиң го сен. Сен не кыласың? Ора болбойт го. Сен баары эч нерсе чыкпайт сенден. Сен жарабайсың сен. Сен малчы болосуң. Деп психологиясын кичинесинен уже бузуп коет да баягы жакта. Колуңан эч нерсе келбейт. Баланчанын баланы карасаң, деп туруп башка бирөөгө тең эмес керек эч качан. Бирөөнүн баласынан менен сенин балаң тең эмес. Башка бирөөнүн баласы ошондой кылып атат. Сен колуңдан не келет балам? Не кылсаң болот? Кел ошону биз ойлоноюк балам, отуруп алып деп туруп, эмне? Психологиялык жактан поддержка кылсаң, ошол баладан бир кыйын бала чыгат да. Бизде жок. Сен көкмейсиң да. Баягы жерде. Эч нерсе чыкпайт сенден деп. Психологиялык жактан баягы зордук, зомбулуктун дагы бир түрү да. Андан кийин мисалы жыныстык жактан дейт. Мисалы айрыкча жаш кыздарды мына зордоп койгондор, жаш балдарды зордогондор чыгып атат мына. Билбейм кандай адамдар айбан алышка барбайт го, тугандар айбан алышка барбайт го.
Айбандар бара же еркек менен еркек жақындық қылады. Жоқ андай нәрсе. Айбанда жоқ іште қылып атады да. Мешіт тескері айланып қалған. Же қиямат жақындап қалған ба? Жаңтадан қорқосың да баяғы жерде. Қыздарды деле, балдарды деле зордап қойды дегендерді ұғып қаламыз жаңалықтардан. Құдай сақтасын. Бұлардың бөт бардығы ошол жаш балдардың ақылына терс тәсірін береді екен. Физикалық жақтан дағы терс тәсірін береді екен. Себебі бұл не? Өзі табиғи жол менен қалыптаныш керек те ошол бала, тура ғой. Ақылы жағынан дағын, сен ақылды болсың, сен азаматсың. Қана сен мындай қылсаң жарайды. Сенің қолыңнан келеді деп тұрып не? Сен ақылды боласың, сен мұны еметіп көрсең, сен қыла аласың шуны. Ой азамат, емен мұны қылып көр деп тұрып, мысалы, біз ақылын өршітішіміз керек те баяғы баланшы. Біз аны өршітпейлеп, не? Басынтып қойып отырды баяғы жерде. Бір кәстірілдің ішінде. Керек болса, шашын алдырғанда, мен айтқанда, неге сен мұнда шашын алдырдың деп тұрып, шашын алдырғанға қорқады екен кейбір балдар. Атам не деп қояды депші. Аншалық емес та туғандар. Аншалық болбош керек. Ал бала мал емес те сен айтқандай жүре тұрған. Өзі қалағандай бір шашын алдырып көнсін емен. Ертең келешекте бұл семьясын бағыш керек ме? Үйленгеннен кейін де сенің айтқаныңды қылыш керек. Ошол балаға андай тәрбие кетпейді. Бұлан ақылын өстірішіміз керек, туғандар. Бұл не? Ошол ақылға терс тәсірін береді. Мынан дедесінде дин солуына да терс тәсірін береді да. Имал елдің балдары қатары чоңайш керек та. Елдің балдарында ойныш керек та. Мысалы кейбіреулер бар, кішкенесінен ойыншық ойнаған емес та, ата енесі алып берген емес та. Екі баласы болса деле балдары менен отырып алып ойыншық ойнағандарды көріп отырды. Баяғы жерде. О балдар емес, өзіне қызықты. Анткені бұл балалығын өткөрген емес та. Балалығын өткөрген емес. Ойыншық ойнаған емес баяғы. Қарасаңар, бар башындайлар. Байқап қаласыңар келдечи. 11 класс болса да ошо кичинекей балдар ойнаса, ойыншығына қызығып, ошон ойнағысы келе берет, башка кыла берет. Балалығын балада өткөрүш керек. Эми жанакы жерде денесине атайлап зыян жеткирүү да бул. Жана зомбулук деген. Ур тепкиге алуу, чабуу, ушунун баарысы эмне? Зордук зомбулукка кирет. Кейбір балдар бар, көніп қалғанда бірден көз атам урат деп баяғы даяр болып тұрады да баяғы жерде. Қандайсың балам деген сөз жоқ та. Замат әлі чауып тұрып тәрбиелайды екен да баяғы жерде. Біз Исламский университетте, Исламский институтта оқамыз да. Ошол жерде даватчылар 94 жылдардан башталды ғой. Ошонда баяғы даватчылар ошол жерде жүріп, ошол жерде бомждарды деле жүрбейсің деп. Қарасаң да даваттың тәсірі да. Ошол жерде біз кейде байқап қалады, бомждар өтіп кетіп алса, біз топыке олып, салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деп толық айтып өтіп кетеді. Баяғы мас өзі үш баяғы жерде. Мешіттің тәсірі, даваттың тәсірі да. Ошол жерде біреуін айтып берген ешесінен шықпайды да. Біреуіне көшеде кетіп алса, баяғы гаш деп қойып, ошентіп жүрсе, бір даватшы шығып қалған екен, бомж. Жүрбейсің даватқа десе, даватың не дейді екен? 3 күнге барып мешітте кішкене дуаны намаз үйренесің десе, бол, барам дейді екен. Не қылышым керек десе, 3 сом керек, төшегіңді алып ал десе, мақұл деп. Ишенген емес пе дейді. Мешітке кел десе, келіп қалды дейді. Бірақ мас дейді өзі. Төшегін көтеріп, ақшасын жетеге салып келіп қалды дейді. Бірақ жердечі 3 күнге барып келіптір. 3 күнге барып келгеннен кейін, бірақ үйіне жөн кірбет екен, тарс ет тейіп кереді екен ешікте. Аялына, қана бол, ач ешікте, тамақты даяға, чайды қой, ичігір маға дейді екен да, мас бол. Зорды зомбы, аялына чы баяғы жерде. Анан 3 күннен кейін келгенде ешік тақылдайды екен, ешік тақса күйесі тұрады екен, салам алейкум деп тұрады екен. Аялы шок болып тұрғы баяғы жердечі. Бай тепкілеп жүріп көніп қалғанда баяғы жерде, шөгіп, сағып жүріп баяғы жердечі. Кел десе салам алейкум деп кіріп анан тамаққа отырып тұр, чайға сахар сал деп көндіріп қойды. Сахар сал, араластыр, ичір деп. Баяғы байқұш аялы сүрдеп, дағын ұр өрбесе екен деп, баяғы чайға сахар салам деп адашып тұсалып алып тұр. Баяғы жердечі. Tuzu salып тұрып берсе, мұнда ішіп тұрды, мақым деп, мешітке кеттім мамын деп, ішіп еп тұрды, шығып кетті тұрды. Неге ішпей қойды деп, ішіп көрсе тұз салып қойды, баяғы шығара. Даватқа 3 күнге барып келіп тарбиялан дейді да. Сен баяғы зорлық-зомбылықтан аялы қашып қалғанда. Еми,
жаш баланы елестете берді баяғы жерде. Эми аял да тұрмысқа шығып бойға жеткеннен кейін шықты. Эми жаш балаға мындай мамиле болса, ал психологиясы өледі да, Құдай сақтасын. Эми бұл жерде міне бұл басынту да өте зиян да. Анан басынту, масқаралау, шылдыңдау деген нәрсе бар да. Бұл да зорлық, зомбылықтың қатарына кіріп кетеді туғандар. Сен ешнете қолынан келбейді. Сен қызға ұқсасың, қыздардай қимыл әрекетің, қыздарға ұқсап не қыласың сен? Қыздарға ile қосылып албайсың ба? Деп шылдыңдап, масқаралап. Бұл дағын жаңағы не? Зорлық, зомбылықтың қатарына кіріп кетеді екен. Басмырлау. Уже міне бұл ақылы толық қалыптанбайды екен да. Қишық қалыптанып қалады екен да баяғы жердечі. Ертең ошол сөзді бұл балдарын айтады да. Баяғы бала, сен үйде ошо тарбияны алды да. Үйде көргенін қылады деп қойып қой бізде. Құдай сақтасын. Эми бұл жерде айрықша кем ақылдар бар. Эми Құдай Тааланың бұйрығы екен, Алла Таала кейде жаратып қойды екен кем ақылдар бар да турабы, ақылы жоқ. Ошолорду кемсинтүү бұл не екі есе чоң күнөө да. Кейбір балдар бар, мысалы, кейде дауна деп қойды, дауна сияқты балдар бар, башқалар бар. Аларды деле кадимки адам сияқты мамиле кылышыбыз керекпиз. Кемсинтип, кем ақылдарды. Масқаралап қана андай қыл, мындай қыл деп тұрып, ал билбейді, ақылы жоқ та. Алар бейішке келеді, түп-түз бейішке келеді. Біз ғой мысалы, керек болса көз әзіздердегі сұрау бар, дудуктардағы сұрау жауап бар. Бізде ансыз деле сұрау жауап бар. Кем ақылдарға сұрау жауап жоқ. Алла Таала бұл дүниеде ақылын алып қойды, түз бейішке келеді аларчы. Түп-түз бейішке келеді. Алардың билеті ошол, бейішке болған, анын ақылы жоқ. Аларды басмырлап, масқаралау, бұл дағын екі есе күнә болады да. Бирөө дағын ошо кем ақыл қыз бар екен, енесі ыйлайды, қызымды билбеймін дейді, мен көшеге кеткенде бирөө зорлықтап қойып тұр, бойында болып қалыптыр дейді. Қарасаң, қандай айбаншылық, айбан. Билеген сен ақылы жоқ та қызым дейді, не қылам дейді, сұрасам айтпайды дейді, айта албайды дейді, танымайды дейді, билбейді дейді. Қарасаң, үшінші деңгейге жетіп қалдық. Айбаннан да түсіп кеттік бе туғандар. Ал баяғы елдің қайғы мұңын арылап, ыйлайсың да баяғы, шыдайлы жүрегің қанайды баяғы жердечі. Қарасаң, зорлық, зомбылық шыншалық күшеп кетті. Шыншалық біз не айбан болып кеттік бе? Айбаншылық деңгейге түсіп кеттік бе? Құдай сақтасын. Мысалы, көңіл қош мамиле дегенде нені түсінеміз? Мысалы, баланың тамақ ашы, денсаулығы, үйі барын көзөмөлдөшүбүз керек. Эгерде мындай жакшынакай кие турган кийими жок болсо, башкалардын кызганат, не кылат, баягы жерде ошону кийгиси келет, бирөө мороженое жесе, мороженое жегиси келет, айла жок, уурлук кылышы мүмкүн, башка болушу мүмкүн да. Ошол себептен ата-эне болгондон кийин мойнубузга алышыбыз керек. Ошолордун кийими, жашай турган үйү, денсаулыгын кам көрүп, тамак ашын биз толуктап беришибиз керек ошо балалуу болгондон кийин. Аны эмне күнөөсү бар? Сенин балаң болуп калыптыр ошол. Ошентип Кудай жаратып коюптур. Күнөөлүү эмес да сенин балаң болгонуга. Мисалы сен де мисалы айыбың болушу мүмкүн, анда айыбы жок. Ал сенин балаң, ал өзү каалагандай жашаш керек. Ошого биз шарт түзүп беришибиз керек ошол балага. Андан кийин пайдалануу деген нерсе бар. Ал пайдалануу деген нерсе эмне? Пайдалануу деген нерсе бул ошол өз кызыкчылыгына колдонуу. Жаш балдарды өз кызыкчылыгына колдонуу. Мисалы, андайлар көрүп жүрөбүз, жашоодо. Ушундай адамдар бар, өзү мен куумун, демек мен акылдуумун деп элестетет да. Ушу жаш балдарды алдап иштетет да. Кудайды алдай албайсыңар, Кудайды алдай албайсыңар. Адамды алдашың мүмкүн. Мени алдашың мүмкүн. Кошунаңды алдашың мүмкүн. Аллахты алдай албайсың. Аллах баарын көрүүчү, билүүчү. Сен эч ким билбейт деп ойло, Аллах билип турат. Барын көрүп турат. Кудай сактасын ал нерсе. Эми анын себептери болушу мүмкүн да. Мисалы, ошол элдерде психикалык мисалы көйгөйлөр, мисалы инсандын сапаттар, денсаулыгы жагынан, мисалы наркоман болушу мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Ошол үй бүлөдө, ошондой семьяларда үй бүлөдө балдар зордук, зомбулукка кабылат экен да. Аны кээде кээдейлик тагын ошол зордук, зомбулукка алып барат экен да. Мисалы ал байкуш кээде атасын көрүп турат, атасы ичип алып жатат, энесин урат,
жоқ дегенде енесі ауырып қалса дары табам деп әрекет қылады. Мысалы баяғы балашы ата менен ене ұрышып кетсе 100 емес 200% балдар ене тарапта болады. Тура жандай емес пе? Енесі тура емес болса да ене тарапта болады. Анткени бұл ене да. Ене да. Кедейлік, жұмыссыздық, қысқасы ушулардын бүт бардығы не екен? Ошол зордук зомбулукка себеп болот экен. Эми коомдогу бул теңсиздик дагы зордук зомбулукка алып барат экен. Мисалы эгер байларды карасаң, кээде өз асманга учуп калат да. Мына жерде айдаган машинеси 470 ге отуруп алса, бул уже периштеге минип алгандай элестетет өзүнчө. Мени периште көтөрүп жүрөт деп элестетет баягы жерде. Кошунасы велосипед айдап кетип алса, ошону жаман көз менен карап, маскаралап, кемсинтүү, анан балдарын деле, ан балдар менен ойно, бас бер, отур машинага. Сен тең менен ойно алар менен деп. Кара, коомдогу теңсиздик да, ушулардын бардыгы зордук зомбулуктун катарына кирип кетет. Бирок шарият боюнча анын баары туура эмес. Биз өзүбүз үлгү болуп балдарды тарбиялашыбыз керек тугандар. Өзүбүз үлгү болушубуз керек. Мисалы көчөдө бир эмесе, мунуларга жардам бер. Мисалы пайгамбардын бүт жашоосунда бар да. Шарият боюнча сен көчөгө нан көтөрүп жебе дейт баланы. Эгер сен көтөрүп жесең, жаныңдагы досуга сындырып бер дейт. Карасаң, теңдүүлүктү үйрөтөт бизде, теңдикти үйрөтөт бардыгына. Көчөдө сен тамак жесең бер, болбосо үйдө жеп алып анан кийин чык. Бирөөгө мактанба деп туруп. Көрбөйсүңөр. Демек бул теңсиздик.